болған 5-ші сыныпқа дейін да. Одан кейін ашылып бастадым, өйткені мені адамдар аша бастады. Содан кейін мен осындай тым ашық жарқын, адамдардың көңіліне қарап қалған, адамдардың жүзіне қарап күліп қалған қыз болдым да. Осым бәрі осындай ашықтығым, ашық жарқын көңілім бәрі менің тасқа айналып, менің басыма қатты тиіп жатыр. Білмеймін мен қалай. Аида, ол сізге дәл солай көрініп тұр тек қана. Адамдардың айтуы бойынша ғана солай көрініп тұр. Шындығында адамның барлығы бірдей болуға міндетті ме? Қыздардың бәрі жұмбақ болу керек пе? Сіздің ашық болғаныңызда тұрған не бар? Иә, Балауса ханым. Қалай барсыз, солай айтып жатсыз. Мен андай ғой, ашықпын ғой енді. Жабыла алмаймын, өзімді тұйықтай алмаймын. Және де дәл осы қалпыммен мені осындай қылып ер азамат қабылдай алса екен деп тілеймін да. Бірақ қасыма келген ер азамат осылай айтып тұрса, мен дальше не дейтін білмеймін. Былай ғой, Аида, мен де ашық, мен де өте ашық жарқын қызым, бұл жерде қатысушылар біледі ғой, бірақ дейтін бар, кінә өзінен. Аида, қыздың айласы дейтін болады. Егер де сен ақылды қыз болатын болсаң, кішкене қулығын болатын болса, сен ашықтығыңды қоясың, кішкене өз орнымен жүресің. Білейін, мен кішкене мына жерде былай сөйлейін, мына жерде былай сөйлейін деген сенің мына сана сезімде бір нәрсе болады. Сенің қазір былай просто так ақталу ғой, бұл ашықтың деп. Сенің просто сана сезімінде дым жоқ болып тұр. Сол үшін де сен қазір ақталып отырсың жай ғана. Мен ашық, бұл сылтау. Бұл жай ғана сылтау. Мен жігіт үшін өзгеріп, жігіт үшін қымтанып, тұйықтай алмайды екен. Мен ашық жарқынмын, 200-ді бола алмаймын сен секілді. Мен осы жерде аяудың сөзіне қосылып кетейінші. Негізі сен 7 күнге де лайық болмай отырсың да. Сен орында болсам, вообще тұрып кетуші едің, қалай шыдап отырсың осындай нәрсеге? Мен гүл үшін өмір сүрмеймін. Жоқ, Аида, қарашы, сен даже аз уақытта осы 7 күнге де лайық болмай отырсың. Сені сыйлап та отқан жоқ. Сонда сендердің ойларынша, Лаура, қараш, бүкіл махаббатты, сезімді, арадағы екі жастың диалогын бәрін сол гүл ұстап тұр ма? Менің талғамымда гүл ұстап тұрған жоқ. Қарашы, Аида, әкелетін жігіт, енді мен Мұхаммедәліге ренжімеймін. Сен неге маған гүл әкелмедің депші? Ол өзінің миы еркектің санасында әкелгісі келсе әкелетін еді. Енді мен оған гүл сұрап алмаймын ғой. Гүлде емес, бұл жерде сен өз-өзіңе деген сыйластығыңда, сен өз-өзіңде сыйламай отырсың бұл жерде. Менің сыйластығым гүлмен өлшенбейді, осыны түсініңдерші. Аида, мәселе бұл жерде гүлде емес. Мәселе вниманияда. Егер де еркек адам саған ғашық болатын болса, немесе ұнатса, ол саған барлық вниманиясын бөледі. А егер де жай ғана былайша айтқанда просто ладно, бұл жай ғана қыз ғой деп қараса, онда саған бір штук гүл де бермейді, Аида. Сен соны түсіне алмай отырсың. Сен қазір просто андай болып тұр да, сен қатысушылардың алдында ақталғың келіп тұр, түсіндіргің келіп тұр да, жоқ, қыз бен жігіттің арасында сонда гүл ғана тұра ма, мен тек қана махаббатқа қана қараймын деп қана тұрсың да, сен өз-өзіңді бағаламай тұрсың, Аида. Сен өз-өзіңнің самооценка низкий болып тұр, и жігіттің алдында сен өзіңді бүйтіп жаман түсіріп тұрсың, ренжімеші. Жоқ, адамдар әртүрлі болады ғой, Балауса ханым. Бұл жерде мен адамның ашық жарқын болғаны ол мін деп ойламаймын. Өйткені әр адам әртүрлі. Осы жерде Мұхаммедәлиға сұрақ қойғым келіп отыр. Мұхаммедәли ашық жарқын деп отырсың, иә? Маған ашылып кетті. Сонда ашылып кететіндей ол соншама сізге не істеп қойды? Не айтып қойды? Не жасап қойды? Соған жауап беріңізші. Біріншіден, ашық дегенде андай ғой. Енді бірінші кездесу болады, екінші кездесу болады, үшінші кездесу. Мысалы, андай ғой, қыздың қылығына, мысалы, күлкісіне, мысалы айтып жатырмын мен. Бір сондай несіне ғашық боласың ғой, харизмасына деген сияқты деп айтып жатырмын да. Мысалы, сен еркек болып, соны өзің ашып, жайлап, мысалы, көрген сайын ғашық бола бересің да, жалпы. Менің немнен просто былай болып тұр, көргенім просто айтайын деп жатырмын. Просто полный сол ашылып тастады деп тұрмын да, екінші кездесуде. Жоқ, мына жақта салтанат. Ашылғанда не істеп қойды соншама? Не айтты, не жасады? Соған дәл жауап бер. Просто ол сізге күліп қарағаны ма, немесе аликош деп еркелеткені ма сізге ашық жарқын болып көрді? Вот именно, Салтанат, қарашы, бұл жерде сен жігіт еркелетудің орнына Аида оны еркелетіп отыр да, сен қарасайшы, Аида, сен неге өзің бағаңды білмей отырсың? Мен вообще түсініп отқан жоқ. Ол Аида сонда барлығы сендер сияқты көкбет болу керек па? Жоқ, өткен жолы айтылды, Аида деп біз барлығымыз шырылдадық, ашыла қоймашы олай деп айттық. Кішкене мына ағаларыңды тыңдасаң, сен ондай нәрсе істемеуші едің. Сен неге оны еркелетіп отырсың, айтшы. Балауса ханым, былай ғой, қазір мен айтып алайыншы, бір минут, пожалуйста. Енді мына жерде мен ғана еркелеткендей болып отырмын. Я расымен алдында келгенде енді Мұхаммедәли деп созбай-ақ алико деп айта салғаным ғой. Негізі оны еркелету деп санамаймын, қысқартып есімін айттым. Енді Мұхаммедәли мен ғана емес қой сен еркелететін. Сен де мен еркелететінсің, иә? Соны неге жасырып отырсың? Как будто мен мына жерде саған өзім жабысып отқан секілді. Сен бірақ маған еркелеткен сөздерің ананы
әйел мен жұбайды айтпайды ғой, сен күшті еркелетесің, неге соны айтпасқа? Сен мен ашылып кетті деп отырсың, сонда сен ашылмай жатсың ба? Или саған тұйықталып болса, сен тимесең мен тимей отыратын қыз керек па? Или көңілің басқа қызда ма? Айтшы, пожалуйста, мен тұрып кете берейін. Ондай емес, жалпы андай ғой, внимание дейді ғой, солайынан бір бөліп там еркелетіп қойғаным ғой жалпы. Просто Мұхаммед Алиме айтқым Мұхаммед келеді. Алидің өзін бір тыңдап жіберейікші. Андай ғой, Балауса ханым, енді Сіз де маған сыртта жылы сөз айтасыз ғой иә, дейді. айтамын ғой. Енді мен қалай айтсам болады? Енді мен былай өмірде енді жалпы енді былайынан бәріңізбен былай таныс емеспіз ғой сыртта. Сіздер мені қатты білмейсіздер, мен сіздерді қатты білмеймін. Мен негізі кішкене серьезный боламын. Айттым мен серьезный жүремін, кішкене не істеймін деп. И типа мен эфирде былай еркелете алмаймын да. Былай енді еркелететін шығармын. Былай сыртта еркелетемін. Вот. Мұхаммед Али, негізі жаңа өткен жолы осы ортада болған кезде сіз жалпы ашықтығы туралы, басқа туралы әңгіме айтқан жоқсыз. Өте жақсы айттыңыз, керісінше. Қайта біз бір-бірімізді толықтырамыз, осындай адамдармыз дегендей. Маған қайта ұнайды оның ашық болғаны, қалай бар солай айтқаны дегендей айтылды сіздің тарапыңыздан. Ал қазіргі сіздің бүгінгі айтып отырғаныңыз тым ашылып кетті деген сол өткен жолы қатысушылардың айтқан ойын сіз ол ойды айтып жатқан жоқпын мен. Сол ойыңызды өзгертіп жіберген жоқ? Жоқ, ол ойымды өзгертіп жіберген жоқ. Енді адамның өз ойы бар ғой жалпы. Мынандай ғой, екінші кездесу болды енді жалпы. Ондай бұрыннан таныс сияқтымыз да просто. Сондай болып қалды да, типа андай. Солай болу керек емес пе? Жоқ, олай болу керек, бірақ жалпы мен өзім былайнаншы, енді қалай айтса өзім ашқым келді да былай енді. Мен сізді қалай түсіндірсем болады сіздерге? бір сұрақ қоясың. Сіз өзіңіз жылы сөзді айттыңыз ба? Немесе сыртта тоқтам қою керек еді? Жоқ Аида, мен олайынан ашық сөйлесе алмаймын дегендей. Сіз сыртта ашық екенсіз, ақыры